Ибн Аббас пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың улуу сахабалардан инна ара қала ли аби. Ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас, мына аты Абдулла, атасының аты Аббас. Атам маған мындай деді дейді. Инна ара амирул муъминин яғни Умар юдника ва юқаррибука. Балам, сені амирул муъминин Хазірет Умар саға жақындап алыптыр. Хазірет Умар сені өзінің чоғылышына, жанына жақындатып, Хазірет Умарға жақын болып қалыпсың деді. Хазірет Умар кім? Халифа, мұсылмандардың жетекшісі. Атасы айтады, балам, амирул муъминин имандылардың жетекшісі сені өзіге жақындардан қылып қалып тұр. Фахфазанни саласа. 3 насатымды құлағыңа түйіп алғын. Бекем түйіп алып амал қылғын деді. Балам, сен падишаға жақындап қалыпсың, 3 нәрсеге бекем бол деді. Бірінші, ияка ан южарриб алейка казиба. Еш қачан сенен қалып сөз ұқпасын падиша. Падишадан амирул муъминге еш қачан қалып айтып барба, жалған сөйлеуі. Ва ияка ан туфсилаху сирран. Екіншісі, еш қачан падишаның сырын көчеге айтып шықпа. Анын сырын башқа жерге айтып шықпағын. Ва ияка ан тағдаб инда ахадан. Үшіншісі, балам, көзіңді ач. Падишаның жанында еш қачан біреуді жаман сөйлеуі, біреуді ғибат қылба деді. Урматты мұсылман бір қана бүгінде біз балдарымызға ушуну үйретсек, балам, еш қачан қалып сөйлеуегін. Балам, еш қачан біреуді сырын айтпағын. Балам, еш қачан біреуді ғибат қылбағын деп. Тилекке қаршы бүгін урматты мұсылман бір туған ғибат қылбаса, чайға шакар қосылып алғандай болып қалауы. Же тамағы да бір салаты болбой қалған болауы. Ғибат менен чоғылыштар. Отырған жерде мұсылмандың етін жемей. Бүгін массалық маалымат қаражаттарында да жақсы емес, әр бір жерде біреудің артынан бір жемей шықпай. Өткенде біз Чуақ Ажи көз Грозный барып, гостиницада номер алғанша бір креслоға отырып қойып, бір суретке тартып қойып. Бұлар көпкөнін қара, отырғанына қара. Ал креслоны не үшін тұрады айтты? А креслоға отырбай жерге отырса, екеуі ақымақ екен дейтілі, тура? Кресло тұрса жерге отырып алып тұр деп. Арматты мұсылман білмеймін, не қылышты білбей қалдық. Қанша беті арат, дарат албаған, ғұсылды білбеген, емне қылбаса еші жоқ. Ошол жерден де бір нәрсе тауып тұрады. Жұмыртқаның қырын іздеп, бір жақшылық жақты айтсаң болбойм.